Армысыз, қазақ елі. Қазақ халқының салт-дәстүр арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз қазақ халқының қазақ ғұрыптарының бірі марқұмға дұға Құран оқу туралы айтатын боламыз. Арнамызға тіркеліп қолдай отырыңыздар, себебі әр қазағым білуі тиіс пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламыз. Марқұм болған ата-бабаларының, туған-туыстарының басына барып, дұға оқып, еске түсіру зор адамгершілік парыз. Әр адамның ертеме, кеш пе сол әруақтардың қатарына қосылатыны анық. Олай болса марқұмдарға құрметпен қарау адамгершіліктің белгісі. Сонымен бірге әр адам сапар үстінде келе жатқанда жол үстіндегі қорымдарға тоқтап дұға оқып, бет сипап өтуі шарт. Егер адам асығыс болса ат үстінде бір үзеңгісін босатып, машинада болса жүрісін баяулатып Құран оқуы керек. Бұл адамгершіліктің, тірі адамның әруақтарға құрметі. Қазақ даласында аты аңызға айналған әулиелер көп. Олардың қабірлері тұсынан дұға оқымай өтуге болмайды. Мысалы, Шалқардағы Есет Батырдың бейітіне дұға оқымай өткен адамның жолы болмағаны талай рет дәлелденгені шындық.